саяхатымыз жайлауға барады. Ол үшін бізге қазір жүйрік пойыз қонаққа келеді екен. Қане Естідерде балалар, бүгін жайлауға барамыз. Үй жануарларымен танысамыз. Сәлем балақайлар. Кеттік ендеше, күн шақпен қарапыз. Екеумізге бізде тұз. Күн. Қане кетіп, қане оз. Мінекей қараңыздар, біздер жайлауға келдік. Қарайықшы жайлауда не бар екен? Қараңыз. Қараңдар, не жануарлар бар екен? Киіз үйлер бар екен, көріп тұрып па киіз үйлерді? Енді балалар, жүйрік пойыз бізге мынадай тапсырмалар берген екен. Яғни біздің жайлаудағы киіз үйлердің қабырғалары сынып қалған екен. Сол қабырғаларды орналастырып, қондырып береміз, түсіндік ба? Так, қараймыз. Так, қараңдар, міне. Үш бұрышқа орналастырамыз. Дөңгелекке орналастырамыз. Ал шаршыны шаршыға орналастырамыз. Түсіндік ба, балалар? Жасай аламыз ба? Кәне, ендеше кеттік, столға барамыз. Тұрамыз. Жылқы, молодцы, жылқы. Жылқының баласын не дейміз? Құлын дейміз. Молодец. Бәріміз бірге айтайықшы. Құлын. Балалар, жылқы біздерге етін береді, сүтін береді, Жылқының сүтін не дейтін едік? Қымыз. Бәріміз бірге айтамыз. Қымыз. Ал, келесі қарайық. Мынау қандай жануар? Сиыр, қарайсың. Сиырдың баласы не дейміз? Бұзау, қатты айтамыз, дұрыс айтасыңдар, бұзау. Бала, сиыр да бізге ет береді, сүт береді, Келесі. Мынау қандай жануар? Қандай? Түйе, молодец, түйе. Ал түйенің баласы не дейміз? Бота. Балалар, түйенің сүтін шұбат деп атайды. Шұбат. Айтамыз бірге. Шұбат. Молодцы. Келесі. Мынау қандай жануар? Қандай? Ешкі. Дұрсақ, ешкі. Ал мынау? Ешкінің баласы не дейміз? Лақ дейміз, Лақ. Келесі. Жоқ, ол емес ана, терісі. Так, келесі, мынау қандай жануар? Қандай жануар? Қандай? Қой, молодец, қой. Қойдың баласы не дейміз? Қошақан дейміз. Қойдың баласын қошақан дейміз. Ал қой қалай дыбыстайды? Мәк деп тұрса. Ал сиыр қалай дыбыстайтын еді? Дейді дұрыстап, дейді екен. Так, келесі біздер қазір
Молодец. Естідіңдер ме балалар? Жарайсыңдар ал, отырамын. Айтадан. Е. Келеді тие. Та. Қасындағы бота. Бота. Жарайсыңдар балалар. Еще споем нашу песню. Әдемі қылып жастырып береміз бе? Жастыра аламыз ба? Қой қалай дыбыстайтын еді? Дейді қой деген. Қарасыңыз. Міне, сендерге де столда барлығына осындай жүн берілді. Осыны әдемілеп қойға жастырып береміз. Түсіндік пе? Жастыра аламыз ба осылай? Кеттік столға барамыз. Келесі қандай жануар екен қарай. Жылқы, дұрыс айтасыңдар. Қаз тексерейік, дұрыс па екен? Тексерейік. Қандай? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Келесісін қарай. Қандай? Ой, дұрыс айтасыңдар. Қарайық, тексерейік. Қай жануар екен? Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз жайлауға бардық. Үй жануарларымен таныстық. Оларды тағы да атаңдаршы. Атап берейікші балалар. Қой. Келесі. Жылқы. Келесі. Сиыр. Олай болса, қайтатын уақыт болды. Алдымызда сапарымыз көп болады. Келесі кездескенше балақайлар, сау болыңдар. Жүйрік пойызға сау болыңыз айтамыз. Сиыр, да? Сосын қой.